Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Бүгін сіздерге Алланың қалауымен, сәттілігімен Мұхаммед пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам шашы мен сақалы туралы бірер мағлұматтар оқып бермекпін. Мүмкіндігінше соңына дейін тыңдауға тырысып көріңіздер. Әз пайғамбар, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, сіз бен біз сияқты ет пен сүйектен жаратылған адам баласы. Десе де хақ тағаланың таңдаулы пендесі болғандықтан пайғамбарлығына тән ерек қасиеттері болады. Тіпті шашы да шарапатты. Олай дейтініміз сахабалар мен табиғиндер және ғұламалар пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам шаш талшықтарын теберік етіп ұстағаны жайлы деректер баршылық. Тіпті кейбір тұлғалар өздерін сол шаш талшықтарымен бірге жерлеуді өсиет еткені де мәлім. Әнәс бин Мәлик радиаллаху анху, Алла елшісін, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, шаштараз шашын қырып жатқан. Ал сахабалар маңайында айналшықтап тұрып алып, шашының бір қылында жерге түсірмей қағып алып жатты деп риуаят етеді. Муслимнен жеткен. Сахаба Мұғауия радиаллаху анху қайтыс болған кезде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам мүбәрәк шашын екі көзіне қойып жерледі деген риуаяттар кездеседі. Ал табиғин Мұхаммед бин Сирин Убайдаға өзіне сахаба Әнәс бин Мәликтен радиаллаху анху тиген пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам шашы жайлы айтқанда, Убайда, менде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам бір тал шашы қолымда болғаны мына дүние түгелімен менікі болғаннан әлде қайда жақсы деген екен. Бұл Бұхариден жеткен. Жахфар бин Фадл көп қаражат беріп пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам бірнеше тал шашын сатып алған еді. Мүбәрәк шаштарды миск себілген алтын құтыда сақтады. Қайтыс боларында уәзіріне сол шаштардың 3 талын аузына қоюын өсиет етеді. Марқұмның өсиеті бойынша осылай жерленген еді. Имам Ахмад бин Хамбал көйлегінің төс қалтасында пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам шаштарын сақтаушы еді. Әр уақыт ол шаштарды алып теберік ретінде көздеріне сүртіп, сүйіп қайта салып қоятын. Ал қайтыс болар шағында шаштарды көздеріне және тіліне қойып жерлеуді өсиет еткен екен. Ғұлама хадисші Имам Ахмед солай жерленген еді. Бұл мәліметтер azan.kz сайтынан алынды. Және сіздерге қосымша ақпарат ретінде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам шашы Қызылжар жеріне, яғни елімізге жеткізілгендігі туралы бірер мағлұматтар оқып берейін. Бұл мағлұмат 2023 жылдың 6 маусымында жарияланған, жаңалықтарда көрсетілген. Казмедиа KZ сайтынан оқып бергелі отырмын. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафаның саллаллаху алейхи уассалам мүбәрәк шашы Көкшетау қаласынан шаһарымыздағы ислам мәдениеті музейіне әкелінді. Бұл тәбәрікті алғашқылардың бірі болып көруге орталық Қызылжар мешітінің жас шәкірттері келді деп хабарлайды Қазақстан медиа тілшісі. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафаның саллаллаху алейхи уассалам мүбәрәк шашының сақталу тарихы тереңде жатыр. Ол сонау Әмір Темір заманынан бастау алады. Оны сол кездегі ғұлама ғалымның ұрпақтары сақтаған екен. Тіпті бұл көне жәдігердің соңғы пайғамбарға тиесілі екенін айғақтайтын арнайы құжаты да бар. Бұл тәбәріктің иесі Шымкент қаласының тұрғыны. Оған бұл құнды затты өзбекстандық ислам ғалымдары сыйлаған. Пайғамбар өмір сүрген заманда Хива Қоқан хандықтары болды. Оның шашы сол қоқандық бір ғалымның үйінде сақталды. Ғалым болса қазақстандық қожа ұрпағымен жақсы қарым-қатынаста болған екен. Ал о дүниеге аттанар кезінде бұл шашты баласына қалдырып Қазақстандағы Әбіл-Әзі отбасына беруді тапсырған дейді Қазақстан қажылар қауымдастығы Түркістан облыстық филиалының төрағасы Қалиолла Матжанов. Солтүстік Қазақстан облысының бас имамы Хамзат Қажымұратұлының айтуынша, соңғы пайғамбар Мұхаммед Мұстафаның саллаллаху алейхи уассалам мүбәрәк шашы облыс орталығында оқылатын тасаттық намазына орай арнайы жеткізілген.
кейін темір құтыда сақталған көне жәдігер қайтадан иесіне қайтарылады дейді. Және сіздерге қосымша ақпарат ретінде бір видео материал көрсете кетейін. Бұл Ержан Нұрғалиев бауырымыздың Стамбул қаласында Чамлыджа мешітінде, яғни Ердоған салдырған Турциядағы ең үлкен мешітте мұражай бар екен. Сол жерден түсірілген пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам мүбәрәк шашы мен сақалы. Көріп тамашалаңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мүбәрәк шашы мен сақалдарын керемет түрде сақтап қойған. Қараңыздаршы. Осы қорапшаларда Пайғамбар мүбәрәк шашы мен сақалдар осы жерде сақталады. Осы қорапшада қараңыздар.